балақай, қалайсың? Ал бүгін мен саған өте қызықты ертегі айтамын. Айзере келді ме? Айзере осында ма? Сұлтан ше? Фариза, Рахим, Айдана. Айдана да бар ма? Жақсы, барлықтарың жиналдыңдар ма? Ертегіні бастаймын. Анау жақтан Әділ жүгіріп келе жатыр ертегі тыңдауға. Жарайсың. Қане тезірек жайғас. Мен ертегімді бастаймын. Бүгінгі ертегінің кейіпкері сиыр болмақ. Сиыр мө деп мөңірейді, я? Ол бізге сүт береді. Ерте заманда жануарлардың ішінде ең жүйрігі де, сымбаттысы да сиыр болыпты. Сиырға ешбір жануар ілесе алмапты. Келе-келе сиырға менмендік, өркөкіректік, мен кереметпін деген ой пайда болыпты. Бірде ол жайылымда жүрген жылқыға барып, былай депті: Мө, мө, ей, ашқарақ, менің сөзіме құлақ сал. Сен өмір күйіс қайтармайсың. Жетер осы жайылғаның. Менімен жарысасың ба? Дейді екен. Мейлі, жарыссақ, жарысайық. И-хо-хо, деп ат жауап беріпті. Олар өздерінің межелі жерлерін белгілейді. Ал жолда оларға суыр су беріп демеп отырады екен. Сиыр ол кезде жүйрік еді ғой. Ол бірден оза шауып, жылқыдан озып кетеді. Орта жолда суырдың жанына келіп, суыр пасық, су қайда? Дейді. Оның сөзіне ызаланған суыр, сиыр пасық, су мұнда, деп боржып көп тұрып қалған суды сиырға бере салады. Сиыр оған қарамастан суды бір демде ішіп алады да, ары қарай тарсылдатып жүгіріп кетеді. Бір кезде ентігіп жылқы келеді. Суыр сұңқар, су қайда? Деп суырдан су сұрайды. Жылқы тұлпар, су мұнда, деп суыр жылқыға таза, мөлдір су береді. Салқын таза су жылқының бойын ширатып, оған дем береді. Солайша жылқы сиырдан бұрын озып, межеге жетеді. Содан бері жылқы сұлу да сымбатты болыпты. Ал сиыр болса, сол оқиғадан кейін демігіп, жүгіре алмай, баяу жүретін болып қалған екен. Ал жылқыны содан бері барлығы да құрметтейді. Ол үнемі тек таза су ішеді. Солайша сиыр өзінің жүйріктігін жылқыға берген деседі. Балақай, саған сиыр жайлы ертегі ұнады ма? Өз ойларыңды міндетті түрде комментарийға жазып кетіңдер. Жарай ма? Жақсы, келесі кездескенше сау болыңдар.